الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli bağırlar. Nahv ve derslerinin kitabından derslerimizi alıştırırız. Bugün el-mef'ul bihi taqribi o'tgan darsda fa'il taqribini o'tgan bo'latimiz. Odatdagidek birinchi misollar al-amsila. Birinchi shadda tilmizul habla shagird jipni bayladi. Tawal bintu thawba qiz ko'ylakni jinada. Akala zibul khurufa qasqir qo'ydi jedi. Yarbahu sabiqu jaizatan jengimpoz dip jaiza diplomba gramata jengib oladi deb aytganda. Yarbahu jengib oladi. Yasidu sa'labu dajajatan tak yasidu sa'labu dajajatan tulki tovuqni avlaydi. Yabi'ul qassabu lahma qassobchi etni sotib жатыр, немесе sotadi, et sotadi. Осы misollarda qarasib o'tik. Al-bahth kullu jumlatin min al-jumal as-sabiqa o'tgan so'limlarning har qaysi so'lami murakkabun min fi'lin wahidin va min ismayn. Har bir o'tgan misaldagi o'tgan so'limlardagi har bir so'lim qurashtirilgan bir fi'ldan, yetistikdan, ya'ni iki yesimdan, ya'ni bir yetistik, iki yesim deydi, bir yetistik buni. Iki yesimni. Osындай qurashtirgan har bir misol deydi. Al-ismul awwal huwa alladhi sammaynahu fa'ilan. Bu iki yesim so'zning bir yesdan құралған, соның екі есім сөздің біріншісі huwa alladhi sammaynahu fa'ilan. Biz fa'il деп аталған зат осы дейді. Birinchi есім сөз, biz оны fa'il деп атадық дейді өткен сабақта. Өйткені li'anna al-fi'la sadara anhu. Өйткені іс-қимыл осыдан шығып отыр. Мысалы, akala dhibul khurufa қасқыр жеді қойды. Қасқырдан шығып отыр ғой іс-қимыл. Сондықтан оны fa'il деп атадық, іс-қимылды істеуші деп. Wa idha bahasna fi al-amthilati ath-thalathati al-ula. Алғашқы үш мысалға қарасақ, 1 2 3 осы үш мысалға қарасақ, رأينا أن الاسم الثاني في كل مثال هو حبل الثوب الخروف. Егер алғаш үш мысалдың екінші есімін әр қайсы мысалдағы екінші есім сөзге қарасақ, екінші есім сөздерге қарасақ, және де ол есім сөздер біріншісі хабл, екіншісі thawb, үшіншісі хуруф деген осы есім сөздерге қарасақ, мыналарға да міне. Huwa alladhi waqa'a al-fi'lu alayhi. Бұл кезде біздер фиалдың осы етістіктің осы сөздерге түскенін көреміз дейді. Яғни huwa alladhi waqa'a al-fi'lu alayhi. Fi'l waqa'a alayhi. Fi'l түсті оның үстіне. Яғни іс-қимыл оның үстінен түсіп отыр да. Мысалға, жіпті байлады ғой, көйлекті жинады. Түсінсіз? Жинау деген естік көйлекке түсіп отыр. Байлау деген іс-қимыл жаңағы жіпке түсіп отыр деген сияқты. Осындай айтып отыр жаңағы. Huwallazi waqa'a al-fi'lu alayhi. Енді ары қарай fal-fi'lu алында етістік huwa ash-shadd allazi hasala min at-tilmiz. Ол жерде етістік, ол байлау деген етістік. Ол байлау етістігі шәкірттен шығып отыр. Шәкірттен болып отыр да. Waqa'a 'ala al-habl wa waqa'a 'ala al-habl. Және де шәкірттен шығып ол жіпке түсіп отыр да. Шәкірт байлады жіпті деп. Жіпке түсіп отыр. Wat-tayyu alladhi fa'alathu al-bintu waqa'a 'ala ath-thawb. Жинау деген етістік, мына қыздың жасаған fa'alathu, оны жасаған, яғни қыздың жасаған іс-қимылы, жинау деген іс-қимылы, ол көйлекке түсіп отыр. Wal-aklu alladhi sadara min adh-dhib. Қасқырдан шыққан етістік, яғни жеу деген етістік waqa'a 'ala al-khuruf. Қасқырдың жеді деген іс-қимылы қойға түсіп отыр ғой, қой желініп отыр, соны айтып отыр да нежде. Енді бұл жерде айтып отқан мысалдарының мақсаты іс-қимыл қандай сөзге барып түссе, яғни
бірдеңені жеді, бірдеңені байлады, бірдеңені жинады деп айтып отыр ғой. Демек сол жиналған, желінген, байланған зат сол маф'ул бих деген нәрсе болады да. Маф'ул бих деп аталады. Яғни іс-қимылдың істелінген зат ол маф'ул бих деп аталады. Соны айтып отыр. Нүкте ары қарай فالتلميذ والبنت والذئب كل واحد من هذه فاعل. Нәждегі шәкірт, қыз және де қасқырдың әр қайсысы ол фаил, яғни іс-қимылды істеуші. والحبل والثوب والخروف كل واحد من هذه وقع عليه فعل ويسمى مفعولا به. Ал енді жіп, арқан, яғни көйлек және де қой, осының әр қайсысы дейді, оның үстіне етістік түсіп отыр, яғни етістіктің іс-қимылы түсіп отыр, және де аталады маф'улан бихи, маф'ул бих деп аталады дейді. وكذلك يقال في بقية الأمثال. Міне тура осылай басқа мысалдарда да айтылып кете береді дейді. Тура осындай формамен кете береді. وإذا تأملت أواخر الأسماء التي تدل على المفعول به وجدناها منصوبة. Егер сіз қарастырсаңыз, әрбір іс-қимылдың, әрбір есім сөздің соңғы харакатын қарастырсаңыз, тадулу алал маф'ул бихи, маф'ул бихті көрсететін есімдердің соңғы жақтарын қарастырсаңыз, важаднаха мансубатан, сіз оны мансуб күйде табасыз. Мансуб деген сөз фатхалы күйде. Фатхалы. Мансуб деген фатха, марфу деген дамма, мажрур деген касра, сондай күйде мансуб күйде табасыз. Яғни маф'ул бих сөздерінің соңғы харакаттарын қарасаңыз, фатхалы күйде табасыз. Яғни маф'ул бих фатхалы болады. Ал фаил болса, фаил ол марфу болады. Ал енді қағида, ал-қаида ережесі. Ал-маф'улу бихи исмун мансубун вақаға алейхи фи'лул фаил. Маф'ул бих дегеніміз ол есім сөз, соңы фатхалы болатын есім сөз, мансуб болып келетін есім сөз. Вақаға алейхи, оның үстінен түседі фи'лул фаил, істеушісінің, фаилдің іс-қимылы. Яғни фаилдің фи'лі, яғни іс-қимылды істеушінің іс-қимылы түсетін мансуб күйінде келген есім сөз ол маф'ул бих деп аталады дейді. Иншалла осымен мына сабағымыз бітті. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін, түсініп оқуда. Түсініксіз жерлерін сұрап жатарсыздар. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.